Білесіз ба, адам неге ауырады? Адамға қорек жетіспегеннен ауырады. Біз қазір немен тамақтанып жүрміз? Біздің дастарханымызда не тұр? Бәрі бар. Құстың сүтінен басқа бәрі бар. Бірақ үңіліп қарасаңыз, дым да жоқ. Тіпті қазір ең пайдалы деген, күшті деген, мынау жеміс жидектер дейміз ғой, соның өзін рахаттанып жей алмайсыз. Өйткені пластмасс сияқты, бәрі привозной, жан-жақтан алып келген, келгенше шіріп кетпес үшін, құрып кетпес үшін, жаңағы бетіне шыбын қонбайтындай қылып улап тастаған, дәрілеп тастаған небір тамақтар, айналып келген кезде сүйсініп жейтін түк қалған жоқ. Ал мен сізге айтайын ба, организмге, ағзаға бір судың жетіспеушілігінің өзі, судың жетіспеушілігі үнемі бас ауру, іш ауру, аяқтың дірілдеуі, мынау кожа дейміз ғой, терінің құрғауы сияқты кәдімгі сондай нәтиже береді екен. Бір судың жетіспей тұрғаны. Ал ақ халаттың алдына барып, аузым құрғайды, ішім кебет, басым үнемі ауырады деңізші, ол определенный бір диагнозға айналып кетеді, обязательно ол қойылады. Ал енді организмге кальций жетпегенде ше, калий жетпегенде ше, сондықтан да мен айтып жүрген жасушалар тамағы сізге қажеттінің барлығын береді. Яғни бұл қажеттілі барған кезде, жасушалар қоректенген кезде адамның ағзасының қорғаныс қабілеті көтеріледі. Ал адамның қорғаныс қабілеті көтеріліп, күш қуаты келетін болса, қайраты келетін болса, онда бірде бір ауруға дес бермейді. Айналып келгенде бізге қажеті тамақ болып тұр ғой. Дұрыс тамақтаныңыздар.